YouTube каналыма қош келдіңіздер. Үлкен өтініш, YouTube каналға жазылып, подписация жасап қойсаңыздар, Елорда жастар бағдарламасы бойынша толыққанды мекемелердің тізімін келесідей білеміз. Google-ға кіреміз, қатысу жилфонд.kz деген сайтқа кіреміз. Мені көріп тұрсаңыздар, сайт ашылды, бүкіл барша ақпарат тұр. Бағдарламаның басталуына 19 сағат қалды. Мына жерде шарттар жазыла кеткен, условия жилищной программы дейді, требования, алгоритм получения, барша ақпарат, міне как посчитываются баллы осы сайтта тұр. Және де өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, міне қанша адам қатысып өтінім беріп отқанын да көріп отыруға болады. Енді біз негізгі мақсатымыз қазір қандай мекемелер қатысатынын білу. Міне здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная сфера, вузы и НИИ, журналисты, сотрудники коммунальных предприятий, учреждений, профильные сотрудники департамента полиции, профильные сотрудники ДЧС деп тұр, граждане, дети-сироты бағанағыдай. Енді ол категория бойынша ол видеоларда мен басында айта кеткем. Список организацияды білу оп-оңай. Мына жерге басасыздар, мінекей кетті, загрузка болды, кіреміз. Бағанағы жазылған ақпаратты мінекей толыққанды список организации в сфере здравоохранения деген ақпарат тұр. Осының арасынан өзіңіздің мекеме бар ма, жоқ па көре беретін боласыз. Қымбат достар, ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Үлкен өтініш, мен YouTube каналыма подписаться басып, лайк басып, группаларға таратып қойсаңыздар, өте үлкен бір қуаныш болатын еді. Сәттілік баршаңызға.